Ужас, қырттың ғой бүкіл видеоны. Тыныш бол. Сәлем достар, қазіргі уақыт 22:00. Мен сіздерге түнгі Астананы көрсетейін деп шештім. Түнгі Астананың әдеміліктерін барлығымыз бірге көрейік. Жолдан өту үшін мынаны өйтіп басасыз. Сол кезде свет жанады, содан кейін бірақ жүресіз. Қараңыздар, қандай әдемі ғимараттар. Осындай биік, ақ пен көк түсті үлкен ғимарат бар екен. Ал міне бәйтерек, қазір барамыз. Міне бәйтерекке бара жатырмыз. Өте әдемі. Қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Осындай әдемі жан тұрған естен өтеміз. Жолдан өту үшін осындай өтіп басу керек. Сонда бірақ өтесіздер. Достар, міне бәйтерекке келдік. Өте күшті жанып тұр. Қараңыздар, қандай әдемі. Бұған көтеріліп көріп едіңіздер. Міне ең әдемі ғимараттардың бірі деуге болады. Қараңыздар, Астана қандай әдемі қала. Барлығы жарқ етіп тұр. Міне бәйтеректің қасындамыз. Бұл бәйтеректің қасындағы ғимараттар, үйлер өте әдемі. Міне достар, қараңыздар. Абу Даби Плаза ең үлкен ғимараттардың бірі. 75 этаждық. Міне бәйтерек жақыннан көрдім. Достар, қараңыздар, қандай әдемілік. Қазір біз осы ғимараттарға жаннан барып түсіретін боламыз. Міне бәйтеректің алдында осындай әдемі ою өрнектер жасалған, ағаштардан, талдардан өте әдемі көрінеді. Қараңыздар, жолбарыстың мүсіні өте әдемі жасалған. Қасында осындай ғимараттар бар. Және де Керуен Сити. Бұл здания неге ұқсайды? Қалай ойлайсыздар? Міне Керуен Сити ішінде барлық керекті заттар бар. Барлығы сатылады. Және де алды әдемі безендірілген. Және де міне жақсы керемет үлкен үйлер. Міне осындай фонтан бар екен. Бірақ қазір фонтан күзгі уақытта жұмыс істемейді. Бірақ өте әдемі екені көрініп тұр. Қараңыздар, тағы да бір әдемі ғимарат. Қасында осындай ғимарат бар. Міне Северное сияние деген ғимарат. Бүгін Астанада ауа райы өте керемет. Салқын жел соғып тұр, өте күшті қыдырғанға. Міне қараңыздар, Северное сияние ғимараты. Оның астында осындай ғимарат бар, өте биік. Және қасында тағы да бір әдемі ғимарат. Міне қазірна үйлер жаққа бар жатырмыз. Содан кейін алда хан шатыр. Негізінде Астанаға бір рет болсын келген жөн. Осы әдеміліктің барлығын көрген жөн деп ойлаймын. Мына Северное сияние деген ғимарат пен мына ғимараттың ортасында тағы да бір фонтан бар екен. Қараңыздар, дәл жаннан келсе қалай әдемі көрінеді. Және де міне өте әдемі. Қараңыздар, тағы да бір мүсін, бұл ұлып тұрған қасқардың мүсіні. Және де осындай газон бар, яғни гүлдерді отырғызып қойған. Өте әдемі, бірақ қазір өкінішке орай уже гүлдер жоқ. Жазда және көктем кездерінде өте әдемі болатыны сөзсіз. Осындай көрме орталығы бар екен. Және де міне оның қасында осындай үйлер, биік әдемі ғимараттар. Осындай зат бар екен. Бұның атын білмеймін. Аллея ма, немесе тағы да басқа қалай аталатынын. Бірақ фотоға түсетін аумақ сияқты. Үстінде қараңыздар, пластиковый бутылкалар, ал астында болса осындай әртүрлі түсті әдеміліктер. Міне қараңыздар, осындай мүсін бар екен. Бұл мүсін қобыз ойнап отырған адамға ұқсайды.
Тағы да фонтан. Осындай әдемі үйдің қасында. Және қараңыздар, қандай телевизор деп айтуға болады. Бұл жерде үйдің тең жартысы тағы да теледидар деп айтуға болады. Өте әдемі. Мен Астанадағы көп ғимараттардың аттарын білмеймін. Сол себептен де ғимараттар үйлер деп айта беремін. Қатты сөкпеңіздер. Міне тағы да бір осындай ғимарат. Тағы да қасқырдың мүсіні, ал қасында тағы да бір осындай өте әдемі әрі биік ғимарат. Міне жанынан осылай көрінеді. Ал міне полный росты көрем дегеншілерге. Қараңыздар, үйдің артындағы жарнама жасайтын үлкен теледидар деп айтуға болады. Өте әдемі көрінеді. Және де жаңағы үйлердің Хан Шатыр жағындағы көрінісі. Және де міне осындай үйлер. Бұл зданиенің атын кім біледі? Комментарийға жаза кетіңіздер. Мен шын айтсам білемін, бірақ ұмытып қалдым. Қараңыздар, әдемі тамақ ішетін жерлер, караоке барлар. Міне Азия парк көрініп тұр. Осындай зданиенің қасында. Қараңыздар, жақыннан қарағанда өте қатты әдемі. Және де осындай мост бар екен, Азия парк. Мосттың өті де өте әдемі. Біз міне Хан Шатырға да жетіп қалдық. Міне дәл жанынан түсіргендегі бейнесі. Міне Хан Шатырға бара жатқанда осындай детский площадка бар екен. Өте әдемі, шағын орналасқан. Ал міне біз болсақ Хан Шатырға бара жатырмыз. Мына үйшіктерде не сатылатынын білмеймін, бірақ жейтін тағамдар сатылатыны анық. Немесе андай ашекей бұйымдар деген сияқтылар сатылатын шығар. Міне алыстау жерде Триумф орналасқан. Ол жаққа барамыз да бармаймыз да білмейміз, бірақ міне алыстан қарағандағы түрі өте әдемі. Қараңыздар. Хан Шатырдың алдында тағы да осындай бір мүсін, не екенін шын айтсам білмейді екем. Бұлай фонтанға ұқсайтын сияқты. Және де ішінде бұлай су жатыр екен, сулар. О, қараңыздар. Звездное небо. Қазір ішіне баратын боламыз. Іші өте әдемі сияқты. Қазір міне жанынан көріңіздер. Міне қараңыздар, қандай әдемі фотолар жасауға болады. Ішінде осындай суреттер бар екен. Әртүрлі суреттер, бірақ мына звездное небоға жетпейді ау. Тағы да міне осындай қыз бен жігіттің мүсіні. Міне Хан Шатырға бара жатқанда осындай әдемі суреттер бар екен. Мынау подземка сияқты жер. Арнайы көліктерге кедергі болмайтындар адамдар жақсы өтіп жүре береді. Ал міне біз енді Хан Шатырға да жеттік. Өте әдемі. Қараңыздар. Міне қараңыздар. Жолдарға осылай жасап қойыпты. Міне Хан Шатырдан осындай әдемі көріністер ашылады екен. Көріністер өте әдемі. Біз міне Хан Шатырдың ішінде жүрміз. Көп киім сататын барлық бутиктар жабылып қалыпты. Жақсы. Бізге әйтеуір фудкорт ашық тұрса болды. Міне Хан Шатырдың іші. Біз бір рет өткен жылы осыған лягушкаға отырғанбыз. Міне қараңыздар. Хан Шатырдың іші. Қараңыздар, Хан Шатырдың ішіндегі осындай декорация, декор. Біз міне өткен жылы, ровно бір жыл бұрын осыған отырғанбыз. Биікке көтереді де, әрі-бері түсіріп ойнатады. Өте қызықты аттракциондардың бірі. Әйтеуір бізге фудкорт ашық болса болды. Міне барлық фудкорттар ашық екен. Ни о чем, фудкорттардың бәрі жабық екен. Короче, Хан Шатырдан шықтық, тамақ ішкен жоқпыз, қарнымыз ашып тұр. Енді Макдональдсқа бара жатырмыз, 1 километр жаяу жүріп. Міне, Астана опера театры. Біз әлі түнгі Астанада жүрміз. Өте әдемі қала, жап-жарық. Міне қараңыздар, Астана опера театры. Бұйырса сенбі күні осыған келетін боламыз. Түнгі Астананы қарасаңыздар, қандай әдемі. Міне Хан Шатыр тұр. Өте әдемі.
Міне алдынан қарағандағы көрініс. Міне жаңағы Триумфқа жақындап қалдық. Бұл жерде де өте әдемі екен. Қараңыздаршы, қалай жарқ жұрқ етіп жатып тұр барлығы. Осындай үйлерде. Короче, біз Макдональдсқа келдік. Мұнда ол 24 сағат бойы жұмыс істейді екен, өте жақсы. Оның астында міне осындай әдемі бір отель бар екен. Және де міне Макдональдс. Қасында тағыдай Триумф. Міне алған тамақтарымыздың чегі 83-ші адам екен біз. Үшім чизбургер алдық, және де картошка фри. Сырный соуспен. Міне біз Триумфтың жанына келдік. Осындай әдемі безендірілген үйлер. Ал біз қазір үйге қайтып бара жатырмыз. Машинаның ішінде, қазір енді машинамен жүріп, қаланың ішін көрсететін боламыз. Барлық ғимараттарды жақсы сапада көрсетуге тырысамын. Сонымен қатар менің видеоларым барынша қазақ тілінде, арасында орысша сөйлеп отырамын. Сол үшін де ренжімейсіздер деп ойлаймын. Қазір біз мостың үстінде кетіп бара жатырмыз. Міне Ақорда да көрініп тұр. Қараңыздаршы, мостың үсті қандай әдемі. Және де ар жағында да үлкен үйлер бар екен. Барлығы жанып тұр, жарқ-жұрқ етіп. Ал бұл болса жолдың бойындағы талдар, ағаштар өте әдемі болып тұр. Бірақ қазір күн суыққа байланысты сарғайыпты. Және де пирамида, яғни бейбітшілік және келісім сарайы. Сырттан қарасаңыздар өте әдемі. Келесі влог видеода осы пирамиданың ішін көрсететін боламын. Өте әдемі видео шықты. Және де жаңағы пирамиданың қасында осындай үлкен мешіт бар екен. Өте әдемі. Міне тағы да талдар және де монумент тұр. Қасында өнер университеті тұр. Өте әдемі безендірілген екен. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Және де осындай әдемі үйлер. Бір жақсысы, барлық үйлер безендірілген екен. Сол үшін де қаланың әсемділігі көрінеді. Ал міне тағы да әдемі безендірілген үйлер. Қазір міне мосттың астымен өтіп кетіп бара жатырмыз. Мосттың асты да безендірілген екен. Және осы үйлердің бір қызығы, түстері ауысып тұрады екен. Әртүрлі түстер болып. Яғни жаңа жасыл түс болса, енді көгілдір түс жанып тұр. Міне тағы да бір ғимарат. Ғимараттың атын білмейді екем. Білсеңіздер комментарияға жаза кетіңіздер. Және де міне әдемі үйлерді қарап отырыңыздар. Апару деген таксидің рекламасы тұр екен. Ал міне Триумфқа да келіп қалдық. Қараңыздар, Триумф осы үйлердің арасында ең ерекше үйлердің бірі деп айтуға болады. Қараңыздар, ерекше безендірілген үй. Ал міне мен машинаның кабинасынан шығып түсіріп тұрмын. Қараңыздар, өте әдемі ғимараттар. Астана, түнгі Астананың әдемілігі. Енді келесі видеолар үнсіз болады, яғни мен комментария жасамаймын. Ал енді менен бір комментария болсын. Міне Абу-Даби ең үлкен ғимараттардың бірі. 75 этаждық. Қазір дәл жанына барып түсіретін боламын. Осы жерде үндемей қояйын. Көріп тұрғандарыңыз ЛРТ. Ал міне Абу-Даби.
Ал достар, осымен түнгі Астанада саяхатымыз аяқталды. Барлығына рахмет.